Не болды, қыздар? Интернеттен жігіт іздеп отырсыңдар ма? Қумаш, Нұрхан, жұмысыңды жасаш. Әйтпесе бастығың келіп жаныңды шығарар. Болмаса өзім ақтырып жаныңды шығарам. Қойдым. Сенен қашып құтылмайсың ғой. Сосын аяғында жаңа кроссовка. Енді шынымен де құтылмайсың. Не, көре алмай жүрсің бе? Жоға, ондай ойым жоқ қой. Жа өткенде қымбат кроссовка алды деп ойлағам. Бұл сыйлық. Өзім босқа сұрап етіп, мұндайларға ақша жұмсамайым. Түсінікті. Әлия, сен құрбекер әуре болып отырсың. Анар өзіне бай біреу тауып болған. Нұрхан қазір шынымен деп жаныңды шығарам деймін. Ойнап айтайын, не болды? Өйдіріп па? Қашан? Иә, әрине ке. Біреу тіпті неге дәл біздің алып таңдадың деп қайталап қоя береді. Сұрағыма сұрақпен жауап бердім. Дәл сіз сияқты. Әкем, мен бұларды түсінбедім. Бір сұрағын 40 жыл қояды. Есте сақтау қабілеттері қояндікін дей ме? Енді сен Осқанның әзілдерін үйреніп қалғансың ғой. Әкем. Ал мен? Дианаға сәлем айтыңыз. Жақсы. Сүйкімдімін. Мен сізге кейін хабарласам. Аха. Ұйқыңды бұздық па? Жоқ, мен ұйықтамадым. Ұйықтамағанда не істедің? Ақшасын төлесең болды. Бар жұмысыңды біреулер істеп береді. Солай да. Сен сонда кәсіпкердің өмірі солай да ойлайсың ғой? Ол емес па не? Ой, бұл Нұрхан, бұл әңгімені бекер бастадың. Енді 2 сағат бойы кәсіпкердің қиын да қатерлі жұмысы және нағыз еркек болып қалудың жолдары туралы лекция тыңдайсың. Шын ғой енді, Анар. Қазіргі заманда нағыз еркек табу қиын. Құдайым-ау. Өз құлағыма өзім сенбей тұрмын. Жер бетінде мынандай сөз айтатын әйелдер қалған екен ғой. Сен де естідің бе? Естідім. Бұндай сөзді тек Әлия ғана айтады. Әлия, сен осы Нұрахметтің қызы емессің бе? Иә. Ал сіз кешіріңізші, әкем. Ештен кетпейді, кешірім сұрама. Анашым? Нұрхан, кел ауысты. Расулды да ерте кел. Жоқ, анашым, олар аш емес. Әні кебап пісірейін деп жатыр. Нұрхан, таста жұмысты. Қыздар анашама бауырсақты өздері тауыс алмайды. Жүр. Бізден бауырсақ қалса көрде тұр. Келіңдер, бәріңе жетеді. Жұлдыз тәте. Сіз болмағанда біз аштан өлерек. Рахмет сізге. Қыздар семіріп кетесіңдер. Есесіне бізге рахмет айтасыңдар. Жеңдер. Қойш, құдайым-ау. Бұл күнге де жететін кім бар екен ғой? Жарайсың, досқан. Нені айтасың? Ауылымыздың қосақ қуы. Қосылғалы жатыр. Досқан мен Әлия. Солай ма? Әлия, бақытты болыңдар. Тұх. Өзім үйленетінде қуанып тұрғанды қараш. Сендер сондай жарасымдысыңдар. Тура бір қазы мен қарта, бауырсақ пен шелпек сияқты. Расул! Нағып жүрсің жолда, а? Нұршан қалайсың? Ассалаумағалейкум, аға. Су бер. Қазір аға.
шөлден өлейін деп келе жатқан. Ас болсын. Ауылдың дәріханасы тонап кетті. Сонымен шақпылап жүрген. Естіген шығарсың? Я білем. Мен емес. Мен саған сен дедім бе не? Жай сұрадым. Білмеймін аға, шын айтам. Не болды? Ә? Бозарып кетіпсің. Ауырып қалды ма? Тұмау. Дәріханаға бармадың ба? Барғам. Дәрумендер алайын деп. Содан? Мына сендер жастар түсінбеймін. Бәрі бар. Ішкенің алдында, ішпегенің артында. Теледидар ма? Интернет пе? Не керек? Бәрі бар ғой, не жетпейді сендер? Ха? Өздерің жұлынып, ашуланып шыға келесің. Ой, аға, мазам болмай тұр. Уланып қалдым ғой деймін. Не? Тұмау деп едің ғой жаңа. Енді уланып та қалдым, тұмау да бар. Неменеге соншама қадалып қалдыңыз? Айттым. Қит етсе болды. Өздерің ашуланып жұлынып шыға келесің. Не? Тыныштық па? Мәселе былай. Нағыз кәсіпкер ретінде істі тез әрі нақты шешіп тастадым. Мендей серіктес тапқаныңа риза шығарсың. Сіз күйеуіңіздің ризалығын алдыңыз ба? Күйеуімнің? Жоқ. Сіздің жұмыстарыңызды біле ме деген? Әрине білет. Менің күйеуім маған сенеді. Ол менің болмайтын нәрсеге ұрынбайтындығымды да жақсы білет. Негізі осыдан 15 жыл бұрын дүкен ашайық деген. Мына мен болатынмын. Түсінікті. Екеуміздің серіктес болатындығымызды естігенде бірден келісті. Солай ма? Негізі менің күйеуім. Жұрттың күйеуінде ақмақ емес. Кім миллионер болғысы келмейді дейсің? Бәрі миллионер болуды армандайды. Армандамайтындар да бар. Біздің ауылда ондайлар жетеді. Алма бағын түптеп, тауықтарына жем шашып жүруді бақыт санайды. Шіркін-ай. Бақытқа жетейін ау. Бұдан да жақсы болайын ау деп ойламайды ғой. Дұрыс. Ал біреулер берілген сәтті бекер жібермейді. Назым апай, Негізі бар ғой, сен дұрыс таңдау жасадың. қандай таңдау? Расул, екеуміз серіктеспіз. А, Құдай ау, мен бағанадан бері не айтып отырмын саған? иә, дұрыс айтасыз. Білесіз бе, менің серіктестерімнің көбісі құр сөзден гөрі жұмыс істегенді ұнатады. Менің де жұмыстарым бар. Сіздің де шаруаларыңыз. Әрине. Жақсы. Дұрыс айтасың. Жұмысты істеу керек. Жұмысты істемесе, бітпейді. Дұрыс. Жақсы. Расул. Құдайға шүкір. Сен ба? Сіз мені ұнатып қалғаннан соңсыз? Әуре болмаңыз. Мен күйеуге шыққалы жатырмын. Жоқ, а? Мен жаңа ғана екеуіңе бақыт тілеп кеттім емес пе?
Мен шынымен де екеуің үшін қуаныштымын. Сіз массыз ба? Жоқ, мен қайта Назым апай емес, сенің келгеніне қуанып отырмын. Назым апай ма? Ол кісі менің болашақ енем ғой. Бұлай күлгенім дұрыс болмас. Болашақ күйеуің Назымның ұлы ма? Иә. Мен ол кісінің көңілін таба аламын деп ойлаймын. Үміттенемін енді. Бәрі жақсы болады. Уайымдама. Бәрі дұрыс болады. Сіз мені кешіріңізші. Сіз сондай керемет жансыз. Шын айтам. Мен сізге бір өтінішпен келіп тұрмын. Әзірге алма бағына тиіспеңізші. Әкем ол бақты жанындай жақсы көреді, бар жүрегімен. Әкем бәрін түсінеді, бірақ ол кісіге кішкене уақыт керек. Сіз асықтырмаңызшы. Және ол жақта алмалар бар, терілмеген. Өткенде тергенбіз, бірақ әлі бар теретін. Өтінем, уақыт беріңізші бізге. Қайта жақсы емес пе? Бақтан құтыласың. Несі жақсы оның? Күнде сабылып алма теріп, көшеде сатпайсың. Жоқ, маған ол жерде жұмыс деген ұнайды. Алма ағаш деген, ол деген кәдімгі жаны бар ғой олардың. Сіз өзіңіз барып көргенсіз бе онда? Көктем шыққан кезде гүлденіп, әдемі болып тұрады. Жемістер шығып, басы қайсы соған, соны көтеріп тұрады. Әлия, мен бәрін түсіндім. Білесің бе, мені де ол жерде шаруаларым күтіп тұр. Жұмысшылар, техника. Оның барлығы күнде кетіп жатқан ақша. Жарайды. Бірақ тезетін беремін. Әкеңе түсіндіріп айтып. Жақсы. Көп күттірмесін. Рахмет. Рахмет сіз келген. Анашым, Ау, қызым. сізден бір нәрсе сұрайын деп ем. Сұрай ғой. Менің жасауымды көрейікші. Ойбай. Оның несін қарайын деп едің? Сол қалпы қойған жерде тұр. Не? Анаңа бірдеңе айтайын деп едің? Ha? Анашым, сіз енді. Мен білем, бәрін білем, қызым, бәрін білем. Жаным менің. Ай, жаным, алтыным. Болмайтын іспен айналысып жүріп, сенің өміріңде маңызды болған өзгерісті байқамай қалдым ғой. Кешір отан. Кешір, жаным, кешір. Анашым, қойыңызшы. Кешірім сұраған емес. Қызым, маған да айтасың ба? Құлын шағымай. Жарайды, бар. Бақта сені балалар күтіп бар шығар. Саған бір тапсырма бар. Мен дайынмын. Алияға көмектесу керек. Мен Ақшасын төлеймін. Әрине. Мен Құралай апайдан заңды түрде бақыт сатып алғам. Енді жұмыстарымды бастайын десем, сенің Алияң біз алманы теріп алғанша жұмыстарыңыз бастамай тұрыңызшы деп өтінген. Тездету керек. Неменеге ыржиып тұрсың, барсыз кегірсің. Жай. Иә. Көмектесем ғой. Ақысын төлеп, бар десең болды ғой. Бар. Қызымыздың қалай бой жетіп кеткенін қалай байқамадық, а? Иә, уақыт деген зымырап жатыр ғой. Арақтың кесірінен қызымның бой жетіп кеткенін де байқамай қалыппын. Рахмет. Әлі де кеш емес. Арақты қойып, ел қатарлы ұзатуынды өткізуіміз керек. Ұзатуында енді ұяттан қызарғанын қаламайтын шығарсың.
құралай, мен бір бұдан кейін қоям. Нұрахмет, сен қоя аласың. Мен саған сенем. Ал ана қызымызды ұзатуға ақшаны қайдан аламыз? Енді оны өзің де білесің ғой. Басқа мал жоқ. Бақ қой. Шынымен басқа мал жоқ па? Жоқ. Шынымен жоқ. Болса айтар едім ғой. Қызымның бақыт үшін келістім. Қызым үшін садаға. Ал анау Расул. Қаладан келген сүмелік. Сол қанша ақша береді үш? Жете ма? Нұрахмет, ойыңды өзгертіп, дұрыс шешім қабылдағаның қандай жақсы болды. Ақша жетеді. Мен бәрін есептеп бардым ғой. Ана Расул ойламастан сұраған ақшамды берді ғой. Енді сен келісім шартқа қол қой. Міне, сен енді келісім шартқа қол қой. Мен апарып берейін. Ой, Құдайым-ай, саған қалай айтам деп қорқып жүрсем. Сенің ақылды екеніңді білдім ғой мен. Қайдағы келісім шарт? Есептетінді қояды, я? Әй, сен, мына менің бүкіл өмірімнің сол баққа кеткенін білесің ба, а? Нұрахмет, ұзату үшін. Ұзату? Ұзату туралы біз жаңағы не естедік? Ал сен, менің сыртымнан, менің бағымды сату үшін сол туралы ана сүмелекпен кездесіп, мына келісім шартты жасасып жүр екенсіңдер ғой, а? Келісім шарт. Келісім шарт. Келісім шарт. Міне келісім шарт. Келісім шарт. Расул. Қайырлы күн, аға. Қайырлы күн. Қалың қалай? Қалдың несін сұрайсыз? Отырмыз күтіп түк бітірмей. Түсінем. Мен саған обаста айтып едім ғой. Бұл оңай болғанмен қиындығы көп бұл жұмысты. Қараспан төндірмекші аға. Бәрі жақсы. Әсіресе ауылдың жастары керемет қой. Ауылдың жастары шынымен де тамашаға. Әсіресе оның ішінде Алия сияқты қыздарды қызыл кітапқа енгізу керек. Бұл әзіл емес. Күлкілі, Расул. Күлкілі. Ол шынымен де керемет адам аға. Аңқау қыз. Мәселе сонда, оның ең басты қару аңқаулығында. Сол аңқаулығы азың ба әсер етпей ме деп қорқам мен. Естіген шығарсың? Досқан екеу үйленгелі жатқан. Досқанның оған сұс жасаған дейсің. Ең қызығы бар ғой. Ешкімге ақылдаспай барып ұсыныс жасаған ғой. Анау құдалық, сырға салу, келісу дегеннің бәрін сырып қойған. Неге екен білесің? Неге?
Өйткені Досқан шешесінің ұлқсат бермейтінін білген. Ол енді үлкен жігіт қой. Болса не бопты. Бірақ анау Досжанға шешесі қалаға заң университетіне тапсырасын деген. Ол шешесінің тілін алды. Қалаға оқуға түсуге кетті. Бірақ оның негізі мал дәрігері болғысы келген. Солай ма? Иә, өмір бойы арманы сол еді. Кездессең бар ғой, малдан басқа ештем айтпайды. Санат Дәулетұлы, білесіз бе? Егер сізді ауылдың үлкенді кішілі, кәрлі жасы, Назымға бір ауыз ескертуіңіз керек. Баланың арманын білем деп отырсыз. Онда Назым тоқтатуыңыз керек еді. Бұныңыз үлкен қателік болған екен. Баланың обалына қалыпсыздар. Сонымен пияз, тұз. Мен тағы бір пакет кигізіп берейін. Иә. Ұзатылып кететін сияқты. Ой, рахмет Біржан. Қане. Ой, жақсы. Оппа. Жыртылмайды. Біз тек сапалысын ғана аламыз. Қалың қалай, құдағи? Не дедің? Түсінбедім. Нені түсінбедің? Сен жаңа мені кім деп атадың? Құдағи? Ол саған әлі айтпаған екен ғой. Нені? Кім не айту керек? Осы сен жұмбақстап сөйлегенді қоймайсың ба, а? Кім нені айту керек? Осылай боларын білгем. Қайта балалар саған да маған да қарамай, өздері шешім қабылдапты. Жақсы болды. Біржан? Мынау не айтып тұр? А? Түсіндірші. Сен не көктен түскенде болып тұрсың? Досқан мен Әлияның қарым-қатынасы сен менен жақсы білесің. Әлде сен Досқан сенен келіп, тойға рұқсат сұрайды деп күтіп жүрсің бе? Ей, ақымақ, ашық ауыз. Қап, мына ауылдың ызасына, иә? Бізді аттап. Ал сен? Немен? Жарайды, мен кеттім. Жақсы иә. сау болыңыз. Бар. Құралай. Есіңе бірдеңені жақсылап тұрып сақтап ал. Қызың екеуің той жайында армандай беріңдер. Тек менің ұлыммен емес. Менің ұлым бізден де жақсы өмір сүретін болады. Мен ол үшін қолымнан келгеннің барлығын істеймін. Сен сияқты жалаң аяқтармен құда бола алмайды екенмін. Бір ретте ұрынғаным жетеді. Құдағи, аман болыңыз. Сіз бара беріңіз. Менің құдағиыңызбен әңгімем бар. Оңаша. Сау болыңыз, құда. Жаман шалым-ау. Ой, Құдай, не айтып не қойғанын білмей қалдым ғой. Ана қатын кеп басымды қатырып кетті емес пе? Сенің миыңды жеп жатқан жоқ. Солай ма? Солай. Жұмысымды істеп жүрмін. Солай ма? Солай. Сені осы уақытқа дейін ешқашан ренжіткен емеспін. Солай ма? Солай, иә, Құдайға шүкір. Ал сен мені жалаң аяққа теңедің. Той, қойшы Біржан. Айттым ғой, байқамай айтып қойдың деп. Ана ел біздің болашақ келіннің анасы. Қайдағы келін? Біздің ұлға үйленуді емес, оқуды ойлау керек. Оны кім айтты саған, а?
Ал, болмайды сенің айтқаның. Тосын сый, қатын. Өйткені сенің сөзің ешкімге керек емес. Сонан соң, жалаң аяқ мен емес, мына сенсің. Өйткені сен менің үйімде тұрып жатырсың. Ал мына дүкенге ақша тапқанда мен болатынмын. Сол себептен байқап сөйле. Біржан, ал екеуміздің үйлену тойымызды жасап берген кім? А? Ұмытып қалдың ба? Менің әке шешем. Әке шешеңді сағындың ба? Олай болса жүр. Өзім апарып тастаймын. Амансыздар ма? Қалайсыздар? Жандос, қалғалай. Кел, Жандос, кел. Ұялма, өз үйің ғой. Әрине, рахмет. Кел, отыр. Қалай жағдай? Жақсы болады. Бұйым тайыңды айт отыр. Ешқандай бұйым той жоқ. Әлгі тергеу мәселесі не болып жатыр? Айтарлықтай түкте болып жатқан жоқ. Не? Не болды сонда? Ештеңе енді. Сонда қолыңнан дым келмейді, жұмыс істей алмайсың деп айтқыңыз келіп отыр. Жоға, Жандос, олай емес. Санат сенің қандай үздік қызметкер екеніңді жақсы біледі ғой. Олай айтқан жоқ, айтпайды да. Рахмет. Жоқ, шын ғой. Тырысып жүр. Бос жатқан жоқ. Біз ғана емес, бүткіл ауыл білет. Бірақ олай емес сияқты. Ана ұрының ұсталатын түрі бар ма? Ой, Санат. Ол ұры ендігі тескен тауды асып кеткен шығар. Мені қашан ұстап алады екен деп күтіп жатыр ғой деймісің? Сен де бір жағынан. Араласпай тыныш отыршы. Ұры деген қай ұры ол? Мен қайдан білейін? Білсем айтпайын ба мына Жандосқа? Ол бар ғой, сырттан келген анық. Әйтпесе мына ауылдың адамдары ондайды істемейді ғой. Бәрі Санатты сыйлайды. Сыйлайды. Жандос-ей, не айтқың келіп отыр? Жоқ, әшейін. Жоқ, бәрі сыйлау мүмкін емес қой. Қалай ол? Шай құй. Шынымды айтсам, алма жинаудан жалығып кеттім. Бірақ бұл жер керемет. Неге олай айттың? Бақты жоятын болған соң, солай деп тұрсың ба? Нұрхан. Не Нұрхан? Мен бе айтқан? Сенің күйеу жігітің ғой солай деген. Қой, жақ ашпадым. Астарлап болса да солай айттың ғой. Мен бақты жақсы көрем, шын айтам. Бірақ жұмысы азап. Шын ғой әлия? Білмеймін. Өзіме осындай жұмыс істегенін айт. Ал менің мұнда жұмыс істегенді қалай жақсы көретінді білсеңдер ғой. Алма тергенім үшін Расул ақша төлейтін болды. Сенесіңдер ме? Маған көмектесуге өзі келді ме десем? Келдім ғой, бірақ ол туралы білмейді. Түф, қандай адамсың, Нұрхан? Сондай болып қалдым енді. Сен маған күлесің. Ағаң қайда сенің? Болашақ құда бала. Ауырып жатыр ғой, не болды? Оның ауырған дұрыс болды. Дүкенге қалдырып кеттім. Ол қалмағанда мен мына жаққа келе алмас едім. Қалайсыңдар? Сендерге қарап, жақсы бір картина салуға болады. Алма жинаған жастар.
мүмкін басқа үнсіз алма жинаушылар. Жарайды. Сендерге кедергі жасамайын. Түсіндім. Кеттім. Жақсы. Sıra tыстап кетсе, болар еді ғой. Не?